Достар, сәлем! Сабаққа қош келдіңіздер. Бұл пробный режим функциясы бойынша сабақ. Өте керемет функция. Бұл функция ешқандай әлеуметтік желіде жоқ. TikTokта жоқ болғандықтан TikTok кәдімгідей алгоритмда ол жақта мықты, бірақ осындай функция жоқ TikTokта бар ғой. Тексеріп көру, сенің видеоң қаралым жинайды ма, жинамайды ма деген сияқты жоқ. YouTube басқа желілерде жоқ. Мықты функция, күшті пайдаланып қоюға болады. Бұл функциямен жылдам, есе тез парақшаңды дамытып жіберіп, жылдам оқырмандар тезірек жинап, есе жылдам жасауға болады. Осыны көбісі білмейді қалай дұрыс пайдалану керек екен. Мен осы жерде, осы сабақта толықтай түсіндіре кетемін сіздерге. Так, в общем, бұл сабақта не түсінеміз? Біз пробный режим қалай жұмыс жасайды, қай жерде қалай жұмыс жасайды, алгоритм осы пробный режиммен қалай жұмыс істеп кетеді, алгоритм вообще жалпы қалай жұмыс істейтінді біліп кетесіздер пробный режиммен бірге. Қалай бұл функция парақшаны есе өсіруге көмектеседі, қалай біз дұрыс пайдаланамыз, ішінде айтып кетемін. Қалай салсақ көп просмотр жинаймыз, осында көп естіген шығарсыздар. Орысша эксперттер көп айтады. Түсіндіре кетемін. Және не себеппен Reels көп қаралым жинайды. Взрыв мозга, прям мықты ақпарат беремін сіздерге. Осыны мен қанша күн болды дұрыстап сіздерге қалай мықты жеткізуге болады екенін соны ойластырып, осы сабақта айтатын боламын. Кәдімгідей просмотр бойынша. Просто пробный емес, просмотр қалай жинайды. Неге екенін соны түсіне кетесіздер. Ну чо, ең біріншіден, ол қай жерде пробный функция? Енді білмейтіндер де бар, енді бар ондайлар функцияны осы мына жерден таба аласыздар. Мен экранда көрсетіп қойдым. Парақшаға Reels'ты салайын деп жатқан кезде настройка жағына астына түссеңіз, пробный режим деп тұрады. Пробный режим деп тұрады. Жалпы бізде пробный режим функциясы қосып Reels'ты салсаң, ол бірден рекомендацияға шығара алады. Бірден рекомендацияға шығады. Сенің оқырмандарың бұл Reels'ты көрмейді. Вот сондай функция. Достар, рекомендация шығады дегенімен сразу көп қаралым жинап кетеді деген сөз емес ол. Менің видеом рекке шықты, қазіргі кезде осындай понятие бар ше. Менің видеом рекке шығып кетті. Біз сразу ойлаймыз, көп қаралым жинайды деп ойлаймыз. Нет. Ол деген рекомендацияға шығады, сіздің кез келген видеоңыз рекомендацияға шығады. Осы жерден мен түсіндіре кетейін қалай бізде алгоритм жұмыс істейді. Біз деген пробный режимді қоспай, любой видеоны аласыз сіз, менің көршім, бауырым, кім болсын, любой адам Reels салған кезде ол біздің оқырмандарымызға көрсетіледі. И плюс еще рекомендацияға кетеді. Рекомендация деген жерде түсіністір ғой, мына жер ғой, міне. Мына жақта біздің Reels'ымызды ашып, Reels'тың жері бар ғой, мына астындағы ше. Астындағы міне. Мына жер бар ғой Reels. Осы жерге шығады сіздің видеоңызда, шығады. Мен қазір дәл осы жерден дәлелдеп беремін сразу. Так. Қазір менде недавно. Міне, 6 лайк болып тұр, көріңіздерші, міне, 6 лайк. 6 лайк. Мен просмотр жағын қазір бассам, қанша просмотр? 196 просмотр. Мен мына жігітке подписан емеспін, міне, подписаться деп тұр да. Сіздікі де осылай шығады, міне, 196 просмотр. Осыны білмесеңіздер, кез келген видеоны салсаң рекомендацияға шығады. Бірақ просто рекомендация шықпайды. Міне, қарап отырсақ, пробный режимсіз қоспай салсаң, ол бірден сенің оқырмандарыңда көреді. Лентадан көреді, жаңағы Reels жағынан көреді. Сосын ол рекомендацияға да шығады. Екі жаққа кетеді сонда. Ал біз пробный режиммен қосып салсақ, онда біздің оқырмандарымыз көрмейді. Олар да біздің парақшамызға кіріп іздеп жатса да көрмейді ол видеоны. Ол сразу рекомендацияда жаңа жерде жүреді. Вот, өте қарапайым. Кім білген жоқ, бұның алдында рекке шығады деген нәрселерді осы жерде нүктені қойып тастадық. Енді қалай біз бұны дұрыс пайдаланамыз? Қалай пайдаланамыз біздің парақшамызды есе өсіру үшін? Мысалы, атып кеткен, просмотр жинаған видеомыз бар болып жатса, просмотр жинаған. Reels'ты қайта салуға болады осы пробный режиммен. Осы пробный режиммен. Сіз түсініп отырсыз ба не болып жатқанын? Вот мысалы мен парақшама қазір сыртқы контент көп қаралым жинайтындарды көбірек салайын деп оқырман жинап, нетейін деп жатсам, менде осы функция бар, чтоб бір идеяны шығардым ба, ол қаралым жинап, кетті, оқырман әкеліп жатыр. Сол идеяны мен қазір тағы бір рет пробныймен жіберемін.
кішкене өзгертіп жіберу керек, оны нюанстарды айта кетемін. Но сонда бізде 2 есе шанс деген осы, міне бір видео қаралым жинады да, все кетті, пробныймен де жібере береміз, сразу кетеді. Бізге тіркелмеген адамдар да тағы да көріп кетеді сол видеоны. Осылай мықты эксперттер қазіргі кезде пайдаланып жасап жатыр. Мен де әлі күнге дейін солай істеймін, мықты видео. Шәкірттерім де солай жинап жатыр. Осы жерден мықты болып тұр уже. Екіншісін, басындағы назар аударту, сөйлемді тексеру. Достар, пробный режим бастапқыда Адам Моссер, Instagram директор айтқан. Осы функцияны сіздерге бересіздер. Сіздер тексеріп жүру үшін сіздің видеоңыз қаралым жинайды ма, жинамайды ма деп тексеріп кетесіздер. Сонда қалай біз жерде біз тексереміз? Мысалы, мен видеомда басында басқаша назар аудартқым келеді. Әр түрлі назар аударту болады менде бір видеомда. Назар аударту кім білмейді, если что, вдруг білмей жатсаңыз, ең басында видеода не сөйлеп айтасыз, сол назар аударту сіздің видеоңыз көп қаралым жинауға шансты көтереді. Осы жерде енді кім тәжірибесі бар кішкене, сол сіздер түсіне кетесіздер, әр түрлі назар аудартуымен мен видеоны жіберіп қоямын. Мысалы, мен стоматологпын, стоматологпын, и мен не туралы рилс түсірейін деп жатырмын. Мысалы, біз тісімізді қалай дұрыс жууымыз керек туралы мен сондай видео шығарайын деп жатырмын. Сонда мен басында осылай назар аудартып көремін. Щоткаңды таста, тісің ешқашан дұрыс болмайды, егер сен щоткаңмен дұрыс пайдаланбасаң. Мен саған қазір айта кетемін. Ары қарай уже түсіндіре кетеді. Осылай жіберіп көремін. 1-2 күн тұрады пробный режимде, тексеремін. Қаралым жинады ма, жинаған жоқ па? Окей. И тағы бір рет мен таңдаймын. Бірақ басқаша айтамын. О жерде айтамын. Достар, мен сіздерге қазір щотканы қалай дұрыс пайдалану керектігін айта кетемін. Все. Сонда 2 видео бір тақырыпта, бірақ басындағы әртүрлі назар аударту. Пробный режиммен былай жіберіп көреміз, осылай жіберіп көреміз де көреміз. Қайсы қаралым дұрыстап жинап жатыр, все, пробный режимден шығарып, общийға шығарып жібереміз. Міне, тоже қандай керемет применение. Тексересің алдын ала, атама атпай ма? Келесі, оқырмандарыңыз мақсатты аудитория болмаса салу. Кейбіреулерде проблема болады. Гифке қатысып кетеді, неше түрлі оқырмандар сатып алады, а еще хуже парақша сатып алатындар болады. Олардың аудиториясы жиналып тұрған подписчиктері оның мақсатына сай емес вообще. Сол кезде пробныймен де жіберіп көруге болады. Пробныймен жіберіп, олар оқырмандарына көрсетпей сразу кетеді. Пробныймен жібергеннен кейін рекомендацияға шығып, бізге тіркелмеген адамдар сол жерде солай дұрыстап алуға болады біздің парақшамызды. Және басқа форматты тексеріп көру. Егер оялып жатсаңыз, осыны салып көрсең, ой, оқырмандар не ойлайды қазір десек, пожалуйста, жіберіңіз. Сізге танымайтын адамдар бірден рекомендацияға шығып көреді. Жаңа формат, басқаша мен түсіндіріп көрейінші, қалай өтеді деген жағынан ойлап жүрсеңіз, бұрыннан солай да өткізуге болады. Сосын, егер видео өтпесе, оны қайта жасап пробный режимде тексер. Мысалы, сіздің видеоңыз бір мықты, ставка қойдыңыз, ой, мынау точно өтеді, мынау мықты сыртқы контент, мынау қаралым жинауға сай деп жатсаңыз, салдыңыз өтпей қалды ма? Окей, бірақ уверен болдық қой қаралым жинайтындай. Басқаша кішкене өзгертіп, көрейікті пробныймен жібереміз. Тоже шансты көтереді, осылайды пайдалануға болады. Достар, керемет функция, мықты функция. Осылай қаралым жинап, осылай жылдам парақшамызда өсіруге болады. Енді қалай қолданбау керек? Осындай айта кетейін. Көбісі пробный режимді көріп алды да баса беріп, сол жаққа жібере береді. Достар, өте көп видео жүктеу деген бар. Адамдар кейде болады, сала береді, рекомендацияға шыға береді, ой, давай, кете бер деген сияқты. Жоқ. Ол сізге көп просмотр әкелмейді. Еш өзгеріссіз қайта жүктеу. Сондай да болады, кейде адамдар алады да вообще өзгертпей, бұрында қандай видеоны салды да қаралым жинаған, қайтадан салады. Не пойдет ол? Ол жерде еще предупреждение шығуы мүмкін сізге. Рилста кейде шығады сондай пробный режиме, вы уже выкладывали это видео, попробуйте другое деп шығуы мүмкін. Өзгеріссіз салмау керек. И және үшіншісі, тек пробный режимге сену. Достар, кішкене ашы шындық болуы мүмкін бұл жерде. Әрине бізде контент те өте маңызды. Контент не туралы екен маңызды. Біздің пробный режим ол деген бізде көп қаралым жинайтын функция емес. Кез келген видеоны пробный режиммен салсам қаралым жинайтын деген жоқ нәрсе. Болмайды ондай. Бұл функция қоссаң, теңдеу просмотр жинайды деген функция емес бұл.
Жаңа айтқандай, сіздің видеоңызда да көп қаралым жинауға сай болу керек. Сол үшін мен осы жерге дейін әкеліп, мен сіздерге қазір түсіндіре кетемін. Көп қаралым жинайтын ол қандай? Дайын болыңыздар, ручка, тетрадь осы жерден жазыңыздар кәдімгідей. Сондай болып жатса, сіздің видеоңыз көп қаралым жинауға сай болып жатса, сіз көп қаралым жинайсыз. И просто так та жіберіп жинайсыз, и пробный режиммен жинайсыз. Контенттің түрі көп просмотр жинайтын, ол сыртқы деп аталады. Сыртқы контент, внешний, общий контент, внешний болып саналады. Ол неге внешний, неге сыртқы контент деп аталады? Осы кішкене непонятный схема сізге болуы мүмкін. Мен қазір асықпай сіздерге түсіндіре кетемін. Вот мынау негізі аудитория. Әртүрлі аудиторияның бір слой деп айтсақ болады. Әртүрлі аудиторияның бір қалай айтсам, группалары деп айтсақ болады. Аудиторияның группалары әртүрлі. Мынау бүгін бүкіл әлем деп айтсақ, бүкіл Қазақстан деп айтайықшы, әлемге жеңін кетіп қалмайық. Бүкіл Қазақстанның бүкіл аудиториясы мына жерде жиналып тұр. Енді мынау көккөмбек, фиолетовый ма, көккөмбек пе? Мынау бізге, біздің парақшамызға, біздің бизнесімізге, сарапшысыз ба, сізге ең жақын аудитория осы. Мынау ең жақын аудитория. Мыналар әрбір сіздің термин, әрбір сіздің сөзіңізді, не туралы айтып жатқаныңызды сізде түсінетін алар. Мыналар сізге қызығып отырған аудитория, сіздің салаңызға қызығып отырған. Мысалы, менің саламда болып жатса, бұл кім? Бұлар неше түрлі сарапшылар өзінің парақшасын дамытқысы келеді, олар біле дамыту керек екенін. Мынаның ішінде бизнесмендер, олар деген өзінің бизнес парақшасын жүргізгісі келеді. Мынаның ішінде сізде бар шығарсыз, сізде білесіз, парақша жүргізу керек, дамыту керек. Осы жирная аудитория, осы жерде уже олар білет, что все. И еще мыналар, прям жирная аудитория. Елдосты білем, мен бұрыннан оған тіркелгем, осы аудитория. Енді кешірім сұрайын. Енді кішкене сыртында аудиториясы бар. Келесі слой аудиторияның. Бұлар менің саламды алып отырсақ, мысалы, бұлар деген примерно парақша жүргізу керек екенін біледі. Олар сол үшін маған тіркелген. Олар көріп жүр видеоларды, что оказывается, пробный режим бар, сыртқы деген контент бар, контент салу керек, бүйту керек дегендер жүр. Бірақ жаңағылар сияқты жақын емес маған. Жақын дегенмен уже міне, курс, пожалуйста, мен дайынмын оқу деген сияқты. Мыналар просто ойланып жүр, қарастырып жүр примерно. Бұларға контент туралы айтсаң, мысалы, бір видеоны шығарып отырсаң, осы пробный режим туралы айтсаң, бұлар әлі де әрине білет ол қандай не екенін пробный режим туралы. Ары қарай кеттік. Мыналар бар. Келесі слой. Бұлар енді пробный режим туралы айтсаң, олар білмейді. Бірақ парақшаны дамыту керек, тіркеліп қойдым, если что, бір пайдалы ақпарат беріп қалатын шығар деген сияқты. Арасында сарапшылар да бар, арасында и просто блог жүргізгім келеді, көру керек ет дегендер бар шы. Түсініп отырсыз ғой, слойларды. Ең жақын кетті. Мыналар уже примерно болады, в принципе, осы жігіт корейский ұқсайды екен, примерно түсіндіріп жатыр деген сияқты слой. Ары қарай кеттік. Мыналар да бар. Мыналар парақша жүргізу керек екенін біледі просто. Бірақ вообще қыр-сырдың ішіндегі ештеңке білмейді. Примерно естіген сондай слой. Ну и кетті. Мыналар вообще. Мына слой енді вообще парақша жүргізу жоқ. Инстаграм бар менде, тикток бар. Отырам, приколдарды көріп жүрем, сондай слой мысалға ше. Вот енді сіз рилста бір тақырып таңдайсыз ғой, не туралы айтам деген кезде. Сол жерде сіздің тақырыбыңыз бүкіл осы слойға қызықты болса, сонда просмотр жинайсыз. Бүкіл осы слойға. Особенно сыртқы слойға, сыртқы контент, соларға қызықты болып жатса, просмотр жинайсыз. Қызықты дегенмен пайдалы болып, көріп, до конца көретіндей болса. Таңдалған мазмұн, таңдалған осы туралы айтам деген идея, осы туралы айтсам бүгін,
сонда қаралым жинайсыз, сонда просмотр жиналады. Мысал ретінде айта кетейін, мысалы вот стоматологты айтып отырсақ, жаңағы айттық қой, стоматолог айтып отырса, пародонтоз сізде ауру бар болып жатса, ол деген үлкен ауру, оны қазір қалай емдеу керектігін мен сіздерге 3 способ айтамын үй жағдайында. Пародонтоз кім? Олар пародонтоз дегенді мыналар біледі. Мыналар біледі, нақты, жақын аудитория. Пародонтоз неше түрлі ауруларды біледі, уже арасында и медиктер, стоматологтар өздері де бар, олар біледі. Мыналар примерно білуі мүмкін бір-екеуі ше. Наверное, бар арасында кімде пародонтоз деген ауру бар. Мыналар білмейді, мыналар все кетті, мыналар тем более білмейді. Сол үшін пародонтоз туралы шығып айтып отырса, қаралым жиналмайды. Ал біз щетканы қалай дұрыс таңдаймыз, иә? Вот сол туралы стоматолог шығып айтып тұрса, әрине мыналарға қызықты, мыналарға тем более қызықты, мыналарға да бәріне қызықты бұл тақырып. Күнде адам түсін жуат, щетканы таңдаймайды, бірдеме алып сатып ала салады, немесе әйел сатып алып береді, немесе өзі сатып алады деген сияқты бар да. Бірақ бұл жерде стоматолог пайдалы ақпарат ретінде жеткізеді. Щетканы дұрыс таңдау керек, назар аудартып, бәрімен жұмыс істеп. Біз қазір назар аударту не деп айтамыз деген емес, біз идея туралы айтып отырмыз да. Осы жерде сол туралы айтса, щетканы қалай дұрыс таңдаймыз, пожалуйста. Бүкіл слойға кетеді. Вот достар. Керемет, мықты нәрсе. Осы жерден өзіңіз ойланып көріңізші, не туралы салдыңыз, что менің қандай слойларым бар деп уже өйстіп список көріңіз, мынау ең жақын мыналар, мынау түсінеді, мынау түсінбейді, деген сияқты слойға бөліп тастаңыздар да. Және көріңіздерші, сіздің видеоларыңыз сонда сай ма көп адамдарға? Сондай туралы айтып жатырсыз ба? Вот, осы жерден түсіне кетуге болады. Неге Reels кейбіреулерде қаралым жинайды, жинамайды. Даже ойын сауық ретінде алып отырсақ, қана Хаби Леймді білесіздер ғой, өйстіп дейтін бар ғой. Ойын сауық ретінде всегда көп оқырман болады, подписчик болады ойын сауық форматында, именно аккаунттарда. Ой, қазір ойлап қалмаңыздар, ойбай, мен врачпын, значит, приколдар салуым керек. Жоқ, достар, сіздерге миллион оқырман керек емес, если что. Мен просто пример ретінде айтып отырмын да, осы слойлардан өтіп шығатын. Мына нәрсені приколды бәрі түсінді. Сол үшін страшно көп қаралым жинады. Мына жерде еще мемлекет жағынан кетіп отырсақ, мынаны хоть Мексикадағы адам түсінеді, хоть Қазақстандағы адам түсінеді, хоть Мадагаскардағы адам түсінеді. Сол үшін ол Хаби Лейм страшно көп қаралым жинап кетті мысалға. Вот, осындай бір инсайт болсын. Енді вот менің Нұрислам шәкіртім, иә? Мен кеше сіз айтқандай пробный режимде Reels салдым, бір күнде 110 000 қаралым бірақ жинап алдым мысалы. Пробный режиммен. Ол пробный режиммен де салды, и былай да салды. Атып кеткен видеосы тағы да 110 000 қаралым жинады. Міне статистикасы 2100 лайк, просмотр бізде, просмотр, 111 233. Вот. Взаимодействие в профиле 1135 адам тіркелген соған. Бір видеодан 1150 адам тіркеліпті дейді. Но қазір тағы да өскен. Ол жібере салды да маған келесіні көрсетті. Пожалуйста. Өзі аккаунты өсіп жатыр. 17 оқырманнан бастаған, 0-ден бастаған 33 000 оқырманы бар. Системаны біледі, сыртқы контентті біледі, стратегияны құрып дұрыс жүргізеді. Міне видеолары 380 бар, 600 000 бар, 70 000 бар, 100 000 бар, 200 000 бар, постоянно жинап жатады. Себебі бұл структураны толықтай жинап түсініп алды. Тек қана сыртқы контент емес, әрине оның ішінде еще назар аударту керек, дұрыс ақпаратты жеткізу керек, созбай, дұрыс жеткізіп, созамыз ба керекті кезде деп. Мынау менің Әйгерім Круг техноблог бойынша парақшасын, технология бойынша тоже 0-ден бастап 33 000 оқырман жинап алды. Тоже видеолары. Ол Әйгерім ханым 1, 2, 3, 4, 5, 6-шы видеосы уже 1 700 000 қаралым жинап кетті. Просто сыртқы контентті толықтай түсінгенімен. И все. И кетті 2-де 4 миллион бар, 600 000 да бар, 50 000 да бар, 70 000 да бар. Сыртқы контентті толықтай түсіне кетсеңіздер, достар. Сонымен бірге назар аудартып бірден. Вообще ең оңай нәрсе парақша жүргізгеніңізде ол қаралым жинап, оқырман жинап. Ары қарай ол ақша әкелу үшін стратегия құрылады, ары қарай солмен жұмыс істелінеді. Ең оңай оқырман жинап, қаралым жинап. Достар, егер менімен түсіне кеткіңіз келсе, толықтай біз деген өзіміздің курсымызда толықтай
сыртқы контент қандай, упражнение жасап, тексеріп, маған жіберіп, мен айтам осылай істейміз, мынандай, мына жерде біз құрастырғаннан кейін солай оқырмандық жинап, қаралым жинап, стратегия құрып, дұрыс табысқа шыққыңыз келсе де, маған парақшамда анкета деген сөзін жіберіңіздер. Сол жерден анкетаны толтырып, толықтай менің менеджерлерім бізде изучать етіп, қандай салада сіз көреміз, сонымен заявкада қалдыруға болады. Сосын WhatsApp-қа да жазып жіберіңіздер. Курс бойынша толықты ақпаратты алатын боласыздар. Как раз қазіргі кезде и блокмастер үлкен курсым бар, и қолжетімді бағамен күшті оқуды шығарып жатырмын. Сонда оқып бірге мықты дамуға болады. Просмотр мен подписчик жинау ең оңай нәрсе. Вот. Достар, надеюсь, осы ақпарат максимально сіздерге пайдалы болды. Пайдалы болса, өтініш, как всегда, YouTube-тың осы видеоның комментарийге жазып жіберіңіздерші. Мә, осындай екен, мынандай бір инсайт келді, осындай келді. Мен соны оқыған кезде, мен әрқашан сіздерге осындай мықты, күшті, пайдалы, взрыв жасайтын ақпаратты беріп тұратын боламын. Немесе сіз бұны ақпаратты білдім, бұнан білем десеңіз, соны да жазсаңыздаршы комментарийге. Достар, рахмет сіздерге назарларыңызға, сәттілік тілеймін. Қайталап та көрсеңіздер болады, кейбір моменттерді түсінбесеңіздер, осы жердегі айтқан нәрселерді өзіңіздің салаңызда өйстіп, не салдым, қандай менде слой бар деп көріп кетуге болады. Және де маған директке анкета деген сөзіңізді жазуға ұмытпаңыздар. Сәттілік тілеймін, сау болыңыздар.